Армысыздар, құрметті ата-аналар. Бүгінгі біздің тәтті шай атты ата-ана жиналысымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің ата-ана жиналысымыздың тақырыбы ата-аналардың бала тәрбиесіндегі рөлі. Жиналысымыздың мақсаты ата-ананың өмірге деген көзқарасын өзгерту. Ата-аналарды балаларға жауапкершілікпен қарауға шақыру. Баланың бүгінгі істеген қадамы ертеңгі тұлға ретінде қалыптасуына үлкен әсер ететінін атап өту. Жиналысымызды бастамас бұрын біз кішкене психологиялық тренинг орнатып алайық. Шынар Абуталиптің сөз кезегі өзіңізде. Ортаға шақырамын. Барлықтарыңыз ортаға жиналыңыздар. Бәріміз енді жаңа қызықтап тұрып амандасып өттік. Енді бірден былай қалай айтсам, адамда ауру болады, жақсы ауру, жаман ауру. Сонда бір-бірімізге жақсы ауруымызды таратсақ, қолсас тұрамыз. Өзіңіз ойлаңызшы, мысалы ренжіп қалған адамыңыз болса, үндемей екеуіңіз ренжіп үндемей құшақтасыңызшы. Қандай болып қаласыз? Иә, жақсы болып қаласыз, ұмытып қаласыз. Сол сияқты әр кезде де үйіңізде мысалы 10 бала болса, 10 баланы да құшақтаған дұрыс. Мысалы анау кішкентай мен құшақтайын да, ол үлкен өсіп кеткенде есеп тастауға болмайды. Қанша жасқа келсе де баланың аты бала. Ата-ана демеу жүрек ата-ана. Директормен қосып. Біреу отырады үстіне, әшейін дөңгелекті итеріп отырады. Видеолық жұмыс жасап жатыр, мысалы мұғалім. Ал жаңағы шынына келгенде әйтеуір сабағын береді, кетеді, ол мұғалім дөңгелекті ғана итеріп отырды, өзі үстінде отыр. Жеңілдің үстімен алдын астыға. Понятно, сөйтіп жүретін тағы жаңағы мұғалім болсын оқушы болады. Бір оқушы бар, апайының көзінше керемет көрінеді, директордың көзінше ғана жұмыс жасайды, ал қалғанына келгенде шын мәнінде жалқау оқпасы. Я қайда ал екі минут уақыт.
Айбарлым, асылым. Алтыным. Рахмет. Анамаңыз. Оқымыстым. Оқымыстым. Оқушым. От қызым. Озатым. Жақсы. Қош, әпке қарамаймыз. Қай әріп түсіз? Жүрегім, жарық жұлдызым, жанашырым, жаным. Айзерем сәнім, сырғалым, күндім, сүйіктім. Шапағат. Шапағат. Келетіп жүруіміз керекпіз, иә? Жақсы. Олай болатын болса, қазір сіздерден топпен жұмыс, енді топтасып жұмыс жасайсыздар. Әр топ шығып өз постерларыңызды қорғайсыздар. Тыңдап аламыз, құрметті оқушылар. Топ бірге. Сіздердің алаңызда маркер тұр және
әйелдер күні ғой. Соған орай сіздерге бір оқушылардың атынан, өзімнің атынан кішігірім сыйлық ұйымдастырып отырмын. Кішкене болса да қабыл алыңыздар. Сақтап қойыңыздар, кейін айтып отырасыздар. Қойши страшно, не страшно? Это я. Давно их койда. Андай, ең бірінші. Андай күшті я. Артыңызға бетін қоя? Тыңдаймыз, жиналысымыз аяқта барысы қалды. Құрметті ата-аналар, біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас түрлі жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға тырыстық. Отбасы шат ұя, жылулықтың мекені. Отбасы атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін сеземіз. Сондықтан оттың басы ошағымыздың түтіні түзу болу үшін тілек шамы жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. Бір-бірімізге мына шамды бере отырып, бүгінгі кездесуден алған әсерлеріңізбен бөлісіп, тренинг барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса, барлығыңыз да осы жерге айтуларыңызды сұраймын.